Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін біз Ғабит Мүсіреповтің «Қазақ солдаты» романының екінші сабағын өтеміз. Бүгінгі сабақта неге қол жеткізуіміз керек? Мәтін мазмұнын түсіну, мәтін бойынша сұрақтар құрастыру, кейіпкерлерге сипаттама беру. Бағалау критерийлері: мәтін мазмұнын түсінеді, мәтін бойынша сұрақтар құрастырады, кейіпкерлерге сипаттама береді. Өткен сабақта біз Қайырғали деген баламен танысып, оның сиыр баққанын білген едік. Әрі қарай не болды? Қайрақты ауылы Гурьев қаласына жақын еді. Ол Жайық өзенін жағалап, сонда қарай тартып келеді. Ол ұзақ жүрді. Жаман дос көлеңке деп дұрыс айтқан ғой. Ол өксіп жылап келе жатса, көлеңкесі оны мазақтап, жеңімен көзін сүртеді. Бірақ алыстан жымыңдаған қала оттарын көріп, алдындағы қалаға үмітпен қарады. Мүмкін менің алдымда Сағым теңізіндей құлпырып, алыстан қол бұлғап, жаңа өмір жатқан шығар, деп ойлады ол. Қайрош Жайық өзенін жағалап ұзақ жүрді. Ол қалаға жеткенде түн еді. Қалаға кіріп, қатар-қатар тізілген көп тақтай дүкендердің оңашарақ тұрған біреуінің жанына келді де, жып-жылы жерге құлай кетті. Жұмсақ құм өзінен өзі үгітіліп, жамбасқа жайлы төсек бола кетті. «О, қасқаңның жатысын-ай!» деп өзіне ұқсаған екі бала аяқтарымен бүйірге түртіп тұрғанда бірақ оянды. Бір ересек, бір кішірек ақсақ бала өзен жағасына жақындай берген екен. Біреуі ашаң, сұңғақ денелі, үстінде шолақ шалбардан басқа еш нәрсе жоқ. Күнге күйіп, күрең тартқан дененің бұлшық еттері иіріліп қояды. Енді біреуі Қайрошпен тұстас болу керек. Ақшылт денелі, арық, бір аяғын ақсай басып келеді. «Атың кім?» деді ересек бала. «Қайырғали, өзіңнің атың кім?» «Шеген, мұнаның аты Бораш, мұны Боря дейтін боласың. Менің атым онша бұрмалауға келмейді. Шеген аға дерсің. Мен екеуіңнен де үлкенмін». Шеген оның атын Қайырғали, Қайрош, Қайрушке деп орысша қазақша оңды-солды бұрмалап көрді де, «Атың ат емес екен. Сендей жеке батырға түк лайығы жоқ. Бүгіннен бастап Костя боласың. Оғап молдадан көргенім бар, қазір дұрыстап атыңды қойып берем», деп екі қолын құлағына апарып, «Бүгіннен бастап сенің атың Костя, Костя, Костя» деді, 3 рет құлағына айқайлап. Сол күннен бастап күні бүгінге дейін оның аты Костя Константин болып кетті. Міне, Қайрош осылай қаладан жаңа достар тапты. Тапсырма: мәтін мазмұны бойынша 10 сұрақ құрастыр. Екінші: Бораш пен Шегенге сипаттама бер. Мы должны составить 10 вопросов по тексту и описать внешность Бораш и Шеген. Сендерге сәттілік тілеймін және кері байланыстарыңызды күтемін.